Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін қамыр қасыптың рецептісін бөліспекшімін. Алдымен ұн илеуіштен еліп алған дайын ұнымыз, 1 жұмыртқа, 100 грамм сұйық май, алдын ала дайындап қойған тұзды су. Ұнымыздың ортасын азғантай шұңқыша етіп, тұзды суды құямыз. Оның үстіне 1 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне сұйық майды құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз шілей қатты, шілей жұмсақ болып кетпеу керек. Орташа шығу керек. Каналымның көрермендері каналға тіркеліп, лайктарыңызды басып, видеомды соңына дейін көріңіздер. Қамырымызды илеп алдық. Енді 15 минут тындырып қоюға полиэтилен пакетке салып, шетке алып қоя тұрамыз. Қамырымыз демалып болғанша біз ішіне салатын начинкамызды дайындайтын боламыз. Мен алдын ала ет тартқыштан шығарылған етім, турап алған пиязым, 2-3 дана пиязды турап алдым. Одан кейін қайнаған суда жібітілген күріш, әртүрлі приправаларды саламыз. Тағы да азғантай тұзды саламыз. Тамағымыздың дәмі одан да жақсы болып шығу үшін. Мен қамырды жайып болғаннан кейін көрсеттім. Әрбір келіншек қамыр жаюды біледі деп ойлаймын. Енді басқа видеоларымда да көрсетіп өтетін боламын. Қамыр жаюды. Қамырдың ортасына бір шетінен бастап етімізді салып, екі шетін орап, шығамыз. Дәл осылай болып шығады. Қамырларыңыз жұмсақ, жеген кезде ауызға да жағатын, дәмі де ерекше, басқаша қамыр болып шығады. Міне жабыспайтын, қанша сағат тұрса да бір-біріне вообще жабыспайтын. Жұқалығы осындай етіп жаясыздар. Қайта-қайта көрсеттім, түсінікті болсын деп. Балдарыңызға түскі асқа, немесе кешкі асқа дайындап берсеңіздер де болады. Отбасыңызға бұл тамақтың ұнауы сөзсіз. Дәмі де керемет шыққан. Мына жерде қасып қамырлардың реңкі сап-сары болып тұрғанынан неғылмаңыздар, ол ішіне сұйық май құйғаннан кейін сондай болып тұрады. Мен ерекше болсын деп қамыр қасыпке өзінің сорпасын дайындадым. Ішінен қалған начинканы сорпа істеп дайындадым. Сосын соуспен де жесеңіздер болады. Қасып қамырды манты қазанда пісіретін боламыз. 45 минутта пісіп шығады. Қамыры да жұп-жұмсақ, әдемі болған ас болсын.